барайын, сосын жұмыстан шыққаннан кейін Исаға соған машинаны дөңгелегін берем деп запчастьін соны мына қылып тастаймын, сосын артынан сосын Нұрбекке соғамын да жаңағы алдында бір сөйлесейік деген сол вопростармен кішкене отырамын, көп отырмаймын деп жаңағыдай. Бүкіл маршрутты айтып үйге келгенше айтып кетеміз ғой. Байқайсыздар ма өздеріңіз? Бәрін айтып кетеміз ғой. Аталардың өздері де жай шығып кетпейді ғой далаға. Шығып барады, балдарды қарап қалтайын деп, оны ешкім сұрап жатқан жоқ па үйде қарап тұрып. Өзіміз автоматически бәрін айтып кетеміз бар ғой. Әйел адамдар айтпайды никогда. Сен әйел адамнан сұрашы, қайда кетейін деп өзіңе періште башты тұр. Қайда барайын мен құрсын дүкенге барамын келем ғой деп. Біз еркектер бәрін айтып отырады екенбіз оказывается. Әйелдер негізі мықты бар ғой. Даже бар ғой 7-8 еркек бір жерде отырамыз ғой. Сол кезде біреуінің әйелі звондап қалса, қалған 7-еуі тып-тыныш болып қалды. Біз бар ғой өз әйеліміз былай түсіне жұрттың әйелінен қорқатын болып біз уже. Расымен уже қалғанымыз тып-тыныш болып қалды. Ішінде бір мас біреу отырады ғой жаңағы. Сөзге көнбей отқан, деп отқан. Соның өзі тып-тыныш болып қалды ғой. Кім күшейіп мықты болып жатыр әйел адамдар, вообще молодцы. Сендердің уже даже дауыстарыңыз естігенде шошитын болдық қой. А сен әйеліңе звондашы, өздері подружкалармен 7-8 әйел отырады ғой. Олар неге тып-тыныш болып қалмайды ғой. Олар наоборот шулап кетеді. Сәлем қалың қалай? Жақшада шулап жатады өздері. Сәуле сәлем айтып жатыр, Нұржамал сәлем айтып жатыр, Қарлығаш сәлем айтады, мен Қарлығаш сөйлесем дейді. Бір кезде қарасаң Қарлығашпен сөйлесіп отырасың. Қалайсыздар, Сәкен қалай, Бәкен қалай деп жаңағы. Вот әйел адамдар қандай күшейіп барады. Мен сосын әйел адамдармен сөйлесіп отырасың ғой, бір әңгімелерінде қазір қандай мотивационный бір тренинговый нәрселерге барады. Бір сетевой маркетинг бос жатпайды ғой. Бір ақша табудың бір нәрсесін бар ғой, бір всегда бірдеңелерден үйреніп, бірдеңелерді қарап, өздері отырғанда план құрып болашаққа. Ойбай, мощный деймін. А біз еркектер бас қозып отырып қалсақ, вообще бізде будущий план айтпаймыз ғой. Помнишь 96 жылы баяғыдан не деп отырмын? 96 жыл помнишь? Мәке, ол істейміз ғой 85-тегі шана ояда, 85-те Москвада жүрген кезімде. Артқа кетіп, даттауы артқа, ең соңында бір қарасаң 2 сағаттан кейін ғұн сақ дәуірін айтып отырасың ғой. Біз вообще планымызды алға қоймайды екенбіз. Біз артта айтып отырамыз. Олар әйел адамдар жарайды. Негізі әйелдер қауымы вообще брендпен келеді ғой қазір. Бренд. Луи Виттон, Валентина, Дольче Габбана. Обязательно бір киім, футбол керек, шалбар, аяқ киім біреу бірдеңесі болу керек әйтеуір. 700 мың, миллион, 2 миллионға сатып алады ғой. Не істейсің десең, зато бір рет алам дейді. Бір как будто одан кейін киім алмайтындай бар ғой. Зато бір рет алам, сосын ұзақ кием ғой дейді. Какой там ұзақ кет? 3-ақ рет кет, одан кейін гардероб тініп тұрады. Или фигурасына келмей қалады, или анау тарылып қалады. Нағыз брендті ауылда да кет. 700 мың алмаса да 7 мың теңгеге сатып алады. Мен жеңгем бар да ауылда 76 жылғы самал деген қатты ойнаймын. Мен бір рет ауылға барсам, Луи Виттон халат киіп алған ғой. Мен интернеттен қарасам, оказывается, Луи Виттонның халат жоқ екен вообще. Бірақ өз киіп жүрейін мәз. Мен соныкі оригинал ма деп қалдым ғой. Ана қалада кәм 700 мыңға, миллионға ана брендтар кисе жүре алмай қалады ғой бізде. Мен айтамын да, души жүрмейсің ба деймін деп бүйтіп кәдімгідей. Жыртылып қалады деп қорғасын ба, оригинал ғой негізі по идее. Ауылда Луи Виттон сатып алған 7 мың теңге. 3 жыл бардым, 3 жыл сол халат түсінен тұстамай киіп жүрді ғой. Өңінде бермейді, нағыз оригинал сол сияқты. Сонымен кірде жуат, есік алдында сыпыратын, машинанда жуат бәрін. 4-ші жыл барасам, 4-ші жыл барған үстінде жоғы шешіп тастапты. Молодец шешіпсің ғой десем, сонда да до конца пайдаланып жүр ғой. Тряпка қылып пол жуып жүр ғой жүр. Сен көрдің ба Луи Виттон пол жуып жүрген адамды қалада вообще? Вот видишь вообще, ауылдың адамдары мықты ғой негізі. Мен риза боламын бар. Біз қанша осы қалада тұрсақ та бәріміз ауылдан шықтық қой негізі, ауылдың топырағына аунап. Бәрібір қанша бар ғой, джиппен жүрсек те, бренд киіп жүрсек те, мына ауылда туылғандар, бәрібір ауыл екеніміз көрініп тұрады ғой. Жоқ, шынымен көшеде кетіп жатқанда біреу-біреуге, "Ей" десе, обязательно қарайсың ғой. Маған ба деген сияқты. Үйленіп қалғансың да жаңағы. Инстинкт қой, резко қарап қаласың жаңағы. Сосын ауылда туылғандар вообще негізі қалада тұрамыз ғой. Қанша қалада тұрсақ та таңертең ерте тұрып, яичный пісіріп колбаса мен вообще жемейміз ғой негізі. Бір Турцияға бір жаққа барғанда өзімізше жаңағыдай күнде соны жеп жүргендей салып аламыз ғой завтракта. Үйде жүргенде кешеден қалған ғой, не қалды деп отырасың ғой жаңағы. Кешеден қалғаны, алдың күннен қалғаны әйтеуір. 10 күннен қалғаны әйтеуір. Қалай не қалды бәрін жеп қоямыз ғой. Негізі ауылдың халқы керемет қой. Өзіміз де ауылға барсақ, 2-3 үйге қонақ болып қайтамыз, иә? Міндетті түрде өзіміз міндетсініп барамыз кәдімгі бар ғой. Қаладан келдік деп. 3-4 үй қонақ шақырып, ауыл халқының көңілі пейілі кең ғой. Біз мына қалада тұратындар біз көп қонақ шақырамыз келмейді қазір. Бір вип-зал, бір кафелермен құтылып жібергіміз келеді де. Шақырсақ та бір ұзақ дайындаламыз. Ауылға айтпай келіп барсаң да бірдеңе тауып алады ғой, қайдан шығарамын білмейсің. Өзімізде баяғы сондай еді ғой, дым жемесекте қонаққа деп отыратын еді ғой. Сонда қазір ауылдың халқын қазір ал қалада бізге қазір ауылдықтар келіп қалып бізге звондаса, біздің ответіміз дайын тұрады ғой сразу. Үйдесіңдер ме десе, шығып кеттік деп сразу.